әңгімеміз енді қазақ әдебиетінде әсіресе проза, драма, публицистика жанрында, тіпті журналистика жанрында, қазақ журналистикасында өзінің терең ізін қалдырған, жарқ еткен жасындай, мынау аққан жұлдыздай жалт ете қалған үлкен бір ұлы тұлға бар. Ол мынау Алтайдың Кербұлысы, қазақ әдебиетінің Кербұлысы атанған Оралхан жайында болмақ, Оралхан ағамыз жайында болмақ. Міне, Оралхан ағамызда 80-ге толғалы отыр, биылғы жылы, үстіміздегі жылы. Сонау 1993 жылы 50-ге толар-толмас, 49-дан асып 50-ге келетін жылы, 17 мамыр күні 1900 жылы, сонау алыс Үндістанда, Дели шаһарында дүние салды. Міне, содан бері аттай 30 жыл өтіпті. Бұлдық зымырап бара жатқан өмір ғой, уақыт қой. Міне, сол аралықта Оралхан өзі фани дүниеден бақи дүниеге көшсе де, бақи дүниеге көшсе. О дүниелік болса да, оның есімі бүгінгідей, кешегі тірі кезіндегідей жадымызда, санамызда, жүрегімізде оның шығармалары жыл сайын оқытылып жатыр. Республика Оралхан Бөкеев атындағы көркем сөз оқу шеберлерінің конкурстары жыл сайын өтіліп тұрады. Бұл қуанышты жағдай. Жас ұрпақ, өскелең ұрпақ Оралхан аталарын, ағаларын ұмытпағандығын дәлелдейді. Ал енді мынау Оралхан жаңағы айтып отырған Алтайдан түлеп ұшқан жас қыран, жарқ етіп, саңқ етіп, мынау жаңағы қазақ әдебиетінің айдынына келіп қонды ғой. Сонда қарап отыратын болсақ, бұл қазақ әдебиетінде мынау өзі Алтайдан шыққан, Қарлы Алтайдан шыққан, Асқар Заңғар Алтайдан шыққан үлкен бір қаламгерлер тобы бар. Әдеби мектепті айтсақ болғандай. Соның басында Қалихан Ысқақов, Кәдірбек Сегізбаев, Оралхан Бөкей, мынау Дидахмет Әшімхан ұлы, қазір енді соны Әлібек Асқаров деген қаламгер жалғастырып жүр. Сонда бір үлкен бір әдеби мектеп бар сияқты, Алтай қазақтарының, Алтайдың табиғатын, қатал табиғатын, кәдімгі қазақ даласын көп жылдың ұқсай бермейтін ерекше бітімін сол қазақ әдебиетінде жарқырата, үлкен бір көркемдік палитрамен осы сурет деген осы жазушылар. Соның бірегейі мен Оралхан дер едім. Оралхан сонау мынау жаңағы Шығыс Қазақстан облысы дейміз ғой, Қатон-Қарағай дейді, Шыңғыстай деген жерде дүниеге келген ғой. Енді бұл Шыңғыстайда қазақ поэзиясында өрмелек шығып күн болам деген қараңғылықтың көгіне Махмұт, Сұлтан Махмұт ақынның ұстаздық еткен, бала оқытқан, дәріс берген мекені ғой. Міне, сол Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы мектепті біздің тілге тиек еткелі отырған осы Оралханда сол мектептің түлегі екен. Оралханда мынау өзінің қарындасы Ғалия, енді Оралханның апалары болып қалған 5 жаңағы кім деген, Шолпан деген, Аймен деген, Ғалия, Ләззат, Мәншік деген есімді жаңағы қарындастар апалары болды. Сол 5 қыздың ортасындағы жалғыз ұл ғой. Міне, соны қарап отыратын болсақ, сол Ғалияның айтуы бойынша Оралхан мектептің кітапханасы дейді, сол кездегі дегенде тапшы болды ғой, сол мектеп кітапханасындағы бүкіл кітаптардың бәрін таусып оқыған екен. Соның ішінде енді анау Казгуды бітіріп келген сол кезеңдердегі жас әдебиетші ағайы Оралханды оның анау жаңағы іскер, білімді, сөзге шешен, сондай жаңағы қалпын байқап, жаңағы Қабырға газетіне редактор қылып қойған ғой. Сол Қабырға газетінде Оралханның алғашқы тырнақалысы деп атауға боларлық бригадир деген әңгіме шығарып көрген. Бригадир. Міне, енді Оралхан болып атының қойылуы әрине әкесі мынау жаңа Бөкейдің
сонау еңбек армиясы, труд армия дейді, сол Оралға соғыс кезінде аттанып, анасы соған аман келсін деп Оралхан деп қойған дейді. Соның атын өзінде де бір үлкен сыр бар. Оралхан, міне сол әкесі кейін аман келеді ғой. Күлия деген шешесінің қойып жүргені ғой. Міне сол мектепті өте үздік бітіреді Оралхан. Оралхан енді мынау қалай айтса екен, бұл сан қырлы талант иесі. Талант қай жағынан да болсын талант дейді оны. Орыстың бір сөздері бар ғой. Қай жағынан да талант, қай жақ қырынан алып қарамасаң да сегіз қырлы бір сырлы жігіттің сұлтаны болған ғой, бала кездің өзінен. Сол сұлтан кім Оралхан жазушы болуды армандайды. Сонда Ғалияға айтады екен, мен жазушы болмасам да әйтеуір бір өнер адамы боламын деп. Себебі гармонды жақсы тартады екен, керемет әдемі әндер айтады екен. Бұның енді әкесі жаңағы Бөкейдің де сол Алпамыс батыр жыры, Қалқан мен Мамыр, Қобыланды батыр жырларын жатқа айтады екен. Шешесі Күлияда сөзге шешен сөз бар, көп әңгіме, ескілікті әңгімелерді білетін адам болса керек. Осы өнерлі тұқымнан шыққан, ортадан шыққан Оралханның да жаңағы өмірлік мақсаты өнерге бару болған екен. Өнерге. Сонда осы Қабырға газетінің жаңа бригадир деген әңгімені айтып отырмын ғой. Оралхан суырылып мектептегі мұғалімдер мен оқушы балалардың алдында шығып өзім арман мұратын айтады екен. Мынау былай дейді екен Оралхан. Көкшетау асқан сұлу жер, бірақ Көкшетаудың сұлулығын оның ақын жазушылығы одан сайын көріктендіріп тұр. Біздің Оралтайда Көкшетен соншалықты жаңағы кем емес сұлулығы, әдемілігі, бірақ біздің Оралтайды жырлайтын жазушылар аз, ақын жазушылар сирек. Сондықтан мен алдыма осы Алтайдың табиғатын, Алтайдың байлығын, Оралтайдың мақсатым соны жаңағы бедерлеп, суреттеу. Сондықтан мен жазушы болуға бел будым. Алдыма мақсат қойдым. Ал мақсат, алдынан мақсат қойған адам, әрине сол мақсатына түбі жетуі тиіс деген сөздер айтқан екен. Оқушы бала ғой. Кейін өзі комсомол ұйымында жаңа несі болды, мүшесі болды. Осылайша жас кезінен керемет жаңағы өзінің мынау алғырлығымен, пысықтығымен, әдебиетке деген сондай құштарлығымен, адам айтқысыз керемет жаңағы құштарлығымен әдебиетке келген Оралхан оның жаңағы бірден Құрманғазы атындағы консерваторияның театр, яғни актер бөліміне түскен ғой. Бір жыл оқыған екен, бірақ шешесі қайта-қайта хат жазып, анау қарындастарына жазылған болу керек. Жаңағы Мәншүк деген қарындас, Ғалия деген айтып отырмыз ғой. Соған жаңағы менің өзім ризашылығымды бермеймін. Мен ол кезеңдегі өнер туралы түсінік солай болды ғой. Содан қысқасы ол кісі бір курсты аяқтап ауылға келіп тракторшы болады, тракторшы болады. Бұл жаңағы ауылында тракторшы болады деген сияқты. Кейін мынау жаңағы Қарғызы деген шығармасында бұның барлығы жақсы баяндалады. Өзінің жаңағы ғұмыр баянының бір штрихтары. Ал енді мынау Болченарымның аудандық газетінде корректор бола ма, аудармашы болады, әдеби қызметкер. Мынау Коммунизм нұры деген Шығыс Қазақстанның облыстық газетінде істеп жүреді ғой. Содан 1968 жылы ол енді сол кезеңдегі орталық анау жаңағы республикалық қазіргі Жас Алаш Лениншіл жас газетінде Шерхан Мұртаза ағаларымыздың редактор болып жүрген кезі ғой. Сонда енді қазақтың көптеген жазушылар топтастырған, әр өңірден, қиырдан келген. Соның ішінде мынау Ақселеу Сейдімбек те бар. Көптеген сол кезеңдегі аты белгілі қаламгерлер. Мынау жаңағы сол бір күні жаңағы оның Шерханның жаңағы көмекшісінің бірі Телман Жанұзақов екен. Сол Телман Жанұзақов арқылы бір жас жігіттің Оралхан Бөкеевке қол қойған хат жиі келеді. Керемет мынау табиғатты суреттеуі, очерктері, зарисовка дейді, әдемі суреттеулері, Алтайдың табиғаты дейміз ба, долы боран дейміз ба, еңбек адамдары, адамдардың мінез құлық штрихтары, осының барлығы бір маржандай дізіліп, әдемі жаңағы хат арқылы келіп тұрады. Сол 5-6 хаттан кейін Шерхан қойып түседі, Телманға осы жігітті шақыршы дейді. Содан Телман шақыртып, бір күні Шерхан Мұртаза есін алады. Сол Оралхан келді дейді. Енді шақырып Телманға айтты дейді, сіздің шақырған жігітіңіз келді дейді, кірсін деп айтты дейді. Кірді дейді. Бір кезде жаңағы сондай бір шашы мынау будыраған, артына түскен бір жігіт дейді, кекірейіп отырды дейді. Менің алдыма, мен танымаймын, мына осы жігіт дегенде жоқ, мен таныдым деп айтты дейді. Содан кейін мен отыр дегенше кекірейіп тұрды дейді, сазарып, сосын отырды дейді. Басын кегжең етіп, артына қайырып, қарап, нетін шашын қайырып қойған кегжең еткізеді дейді. Сондай бір тәкаппар паң,
жаңағы кейін Алтайдың Кербұғысына ұқсаттым дейді. Міне сол осы Оралхан екен дейді. Міне сол Оралхан сол жас алашта кейін жаңағы Шерхан ағамыздың редакторлығымен үлкен қаламгерлік жолға түсті, журналистік жолға түсті. Енді журналист болғанда ол кезде білесіздер, мынау жай мақала жазу бар, бірақ енді көркем очерктер жазу бар. Сол көркем очерктің өте шебері болды. Оралханның әрбір очеркі бір әңгімеге бергісіз, көркем шығармаға бергісіз. Мынау адамдардың тағдыры, анау Алтайдағы кісілердің мінез құлқы, шаруашылық басшылары дейсіз бе, осының бәрі бір көркемдік палитрамен берілген кезде жұрт оны әңгіме қойып отырғандай көркем шығарма қабылдайды екен. Міне осынысымен ол журналистердің арасында керемет жаңа беделге ие болды. Әсіресе терең публицистикасы оның енді басым болды. Ол кезеңде жастар газетінің, енді лениншіл жастар газеті болды. Сөзі батыл мығым болды, шаруашылықты сынау, орысшылықты сынау, кең бетіктерді сынаудан ол алдына жан бермейтін. Міне осы үлкен бір батыл үн, сол кезеңнің тұрғысынан қарасақ, батыл үнді жаңағы басылымда Оралхан жұмыс істеді. Кейін мына Жұлдыз журналында бөлім меңгерушісі болды. Одан кейін Қазақ әдебиеті газетінде сонау 83-тен 91-ге дейін ба, ол кісі редактордың орынбасары болып, кейін 91-ден көз жұмғанға дейін, ол кісі 93-ге дейін бас редактор болды. Міне осы кезеңдерде енді Оралхан газеттерде де жүргенде өзінің журналистік, публицистикалық қабілеті терең ашылды. Экологиялық жағдай, табиғат, адамдар бойындағы мінез құлық, тоғышарлық дейсіз бір ма. Міне сол біз енді қанша бір тоқырау жылдар деп атағанмен, 70-80-де өзіміз басынан кешірдік қой. Сол кезеңдерде мынау адамдар бойындағы тоғышарлық психологияны терең аңғарған қаламгерлер болды. Соның ортасында кім болды? Оралхан болды. Кейбір басшылардың мынау чиновниктік, әпербақандық, орақшылақтық мінез құлықтарындағы осы бейәдеп қылықтар, осының барлығы кімнің өткір қаламынан жаңағы қағыс қалмады. Сонымен Оралхан публицистикада, осы басылымдарда өзін осындай үлкен көсемсөзші ретінде, публицист ретінде көрсете білді. Ал енді мына әдебиетке келсек, әдебиет деген кезде Оралханның негізгі объектісі ол Алтай, өр Алтай, мынау кәдімгі салқын Алтай, ызғарын төккен Алтай. Бұл енді мынау Уильям Фолкнердің өзінің оңтүстік Америкадағы Миссисипи штатында ойдан қиялдан жасап алған Екнопотофа деген сөз бар. Үндістердің сөзінен шыққан ба, ағып жатқан өзен деген. Сол Екнопотофасы, өзінің географиялық мекені, өзі сызып берген. Мынау енді әрбір қаламгердің өз Екнопотофасы болатын сияқты, Оралханның да Екнопотофасы осы Алтай болды. Алтай. Ал енді осы Алтай өңір туралы жазған кезде мен енді оның жаңағы айтып кеткен Бригадир деген әңгімесінен кейін оның ең алғашқы әңгімелері мынау жаңағы үркер деген атпен шықты. Үркер ауып барады, шағылдар ән салады, мұзтау, міне қарасаңыздар, қамшыгер, одан кейін өз өтіңді өшірме, қайдасын қасқа құлыным, мынау жаңағы пьесалар жинағы. Міне осылардың барлығы жарық көріп жатты. Енді мынау қайдасын қасқа құлыным деген шығармасына Оралхан ағамыз 1976 жылы Қазақ СССР-ның сол кезеңдегі жастар сыйлығының лауреаты. Ал енді 2 жыл өткеннен кейін 78 жылы ол кісінің Найзағай ізі деген, кейін орысшаға аударылған След Мольный деген, осы прозалық шығармалар жинағы үшін бүкіл одақтық Николай Островский атындағы әдеби сыйлықтың иегері болды. Ал енді мынау 86 жылдар, енді өздеріңіз білесіздер, ол кісінің біздің жақта Қыс ұзақ деп аталатын прозалық шығармалар жинағы Абай атындағы Қазақ СССР-ның сол кезеңдегі мемлекеттік сыйлығына ие болды. Міне сондықтан Оралхан енді осындай әдеби атақтардан, нелерден, сыйлықтардан құралақан қалған жоқ. Кезінде бағаланды. Құрмет белгісі орденін алды деген сияқты. Бұл енді әдеби еңбек үшін беріліп жатқан сол кездің марапаттары ғой. Міне Оралхан енді әсіресе проза айтқан емес, мынау үлкен драматург ретінде де көрінді. Жаңа айтып жатқан қайдасын қасқа құлыным, құлыным менің деген драмалары, мұзтау болсын, енді басқа да толып жатқан шығармалары арқылы ол өзі
сол кезеңдерде көп театрларда қойылып жүрді. Драматург ретіндегі оның атақ даңқы кеңінен жайылып жатты. Ал енді Оралханның шығармаларына келетін болсақ, оның шығармалық болмысы туралы Әбіш Кекілбаев ағамыз былай дейді: Оралхан Бөкей 20-шы ғасырдағы қазақ әдебиетіндегі ең сүлей суреткердің бірі ретінде әлемдік танымалдыққа ие болды. Өзінің қысқа ғұмырында Оралхан Бөкей өзінде, елінде, туған әдебиетінде осындай үлкен биіктерге жеткізіп кетті. Осынысымен ол халық ұлы, ұлт тірегі бола білді дейді. Кім айтады? Жаңа Әбіш Кекілбаев айтады. Ал өзінің замандасы былай жатқан кезде әріптесі Дулат Исабеков, бүгінде белгілі драматург, прозаик қой. Кезінде Дулат ағамыз айтты ғой, осы мені проза жазып жүрген, повесть жазып жүрген, әңгіме жазып жүрген мені осы драмаға бұрып әкелген Оралхан дейтін болған. Оралхан менің ұстазым дейтін. Оралханға көрсетемін дейтін. Содан ол кісі осы пьеса жазып, драма жанрына да қалам сілтеп, бүгінгі таңда тек Қазақстанға да емес, мынау Ресей, анау әлемге белгілі, дүниежүзіне белгілі драматургтардың бірі болып отқан Дулат Исабеков айтады: Оралхан өзінің шығармасын жазғанда қанымен, жанымен жазады. Оның жазған қай жанрда болмасын, оның жазған шығармалары қаламгер қауымға да, оқырман қауымға да жаңағы бір үлкен қозғалыс туғызатын, яғни резонанс деп отыр ғой. Ал енді Оралхан Бөкей бұл бір оқылатын жазушы емес. Оралхан Бөкей қайта оқылатын жазушы. Және ол қайта оқыған сайын күрделене беретін суреткер деген баға берген екен. Мынау Оралханның мінезі туралы өзінің үлкен майдангер ағасы Қасым Қайсеновтің айтқаны бар. Оралхан өзінің туған табиғатына ұқсас. Ол мынау Алтайдың ызғарлы суығындай заңғар биік, мынау заңғар оқ жетпейтін заңғардай биік, оның мынау заңғар тауларынан ағып жатқан өзендердей тасқын, мынау таулардың сілемінде жайылып жүрген ерке елікте елгезек, мынау өркеш тастарындай ірі, шығыстан шыққан жұлдыз еді деп баға берген екен Қасым Қайсенов аталарымыз. Міне сонда енді кімнің Оралханның енді болмысына келетін болсақ, оның енді көптеген шығармалары мынау сол кезеңдерде үлкен резонанс туғызды. Оның мынау жаңағы ұйқым келмейді, үркер ауып барады, біздің жақта қыс ұзақ деген шығармалар бар. Енді біраз зерттеушілер айтады, Оралханның шығармаларында реализм мен бірге романтизм да бар дейді. Ол шындық. Ол өр жалындап тұрған үлкен сезімнің, мынау жаңа Дулат ағамыз айтып кеткен, ол бір жағынан ақынжанды жазушы еді дейді. Мына кімді? Дулат ақында, Оралханда ақынжанды жазушы еді дейді. Міне осы ақынжандылық оның осы шығармаларында алабөтен романтикалық сарында үдете түседі. Мысалы, оның бура, кербұғы, біздің жақта қыс ұзақ, жаңағы қарғызы, мынау атау керек деген романның өзінде осындай үлкен романтикалық сарын бар, реализм мен романтикалық сарындардың үндесуі бар. Мынау енді өзі Оралхан Бөкейдің шығармаларында юмор да көп. Себебі Оралхан Бөкей жас кезінде мектепте жүргенде болу керек. Сұлтанмахмұт Торайғыровты айтып кеттік, Сарыарқаның жаңбыры деген әңгіме жазды Сұлтанмахмұтқа арнап. Содан кейін екінші бір жақсы көрген қаламгері ол Бейімбет Майлин болған. Жаңа өнер Құрманғазы атындағы консерваторияның актер бөліміне түсуінде үлкен сыр бар. Бұл дауысы өте жақсы екен, көркем сөз оқудың шебері. Оралханның оқымаған кітабы жоқ. Ол анау Лермонтовтан да, Пушкиннен де, Некрасовтан да, жаңа Сұлтанмахмұттан да өлеңдерді жатқа оқи береді екен. Сонымен бірге ол қара сөзді де жатқа оқиды екен. Әсіресе қара сөз деген кезде Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі деген әңгімесін жатқа біледі екен. Сонда мынау жаңағы осы Жүрсін Ермандар, Шерхан Мұртаза ағаларымыз жаңа айтып отырады, мынау еске алып отырады. Қуанышбай Құрманғалиұлы деген кісілерді айтып отырады, әріптес болған. Мынау біздің бір таңғалғанымыз, редакцияда бір шай ішілген кезде, әркім өнерін көрсеткен кезде Оралхан арқаланып кетіп, қызбаланып, бір көп сөйлемейді, сөйлесе әкесі сияқты сөздің түбін түсіреді екен. Өте шешен адам болған, әсіресе көркем сөз оқу. Сонда бізді таңғалдырғаны Бейімбет Майлиннің
шұғаның белгісін жатқа айтып кетеді. Сонда шұға десе шұғадау, шұға десе шұғадау деп келетін лейтмотив бар ғой. Соны керемет келтірген кезде бәріміз тәнті болатынбыз дейді. Міне осында сонда жаңа айтып отырған Бейімбеттің юморы, юморлық жаңағы көркем шығармадағы юморлық тәсіл дейміз ба, сол юморлық тәсіл енді образдарында осы юморизм дейміз ба, осы Оралханның біраз шығармаларында жаңағы көрініс табады. Мысалы Оралханның Иған, Мәшәбине, Биған, мынау Тоқадан қалған тұяқ, Күлпәштің ұршығы, Құлашаның шотеді деген шығармаларында осы ауыл адамдарының, ел адамдарының, Алтай қазақтарының аңғау да аңқал мінездері, Иған мен Биғанды оқып жатсаңыздар, мынау Күлпәштің ұршығы дегенде езуіңізді жимайсыз. Осы әр ауылда да кездесе беретін осындай бір апайлар болады, осындай бір әжейлер болады. Ертелігі самырлап, ауыл үйді аралап, тамақ аңдып, кімнің үйінде тамақ пісіп жатса, соған жетіп келеді, өз үйінде тамақ болса да, сол анау ұршығын жаңағы ұршығын иіріп отырып, әңгімен жаңағыдай боздататын осындай апайларымыз әр ауылда да бар. Міне сол Күлпәштің ұршығы деген өте бір езуіңізді жиғызбас жаңағы шығармалардың бірі. Иған мен Биған да осындай. Ал енді мынау осы юморлық жаңағы не дейміз ғой, бұл юморлық образдардың бояуы Шерхан шығармаларының, Оралхан шығармаларындағы бұл осы Биағаңның әдеби дәстүрі деп айтуымызға болады сияқты. Ал енді мынау Оралханның шығармаларында сол қоғам, тоталитарлық кезең, сол кезеңдердегі мынау халықтың жағдайы, осының бір несімен Кербұғы шығармасынан көріп, Кербұғы шығармасында бостандыққа ұмтылған Кербұғының анау қоршаудан шығып, анау немене дәлгі өзінің Ақшоқы деген жерге қарай қашатыны бар ғой. Соңында екі жағынан, екі мүйіздің ортасынан екі жақтан оқ тиді, оны атқан кім екені белгісіз. Сөйтіп ақырында ажал құшады, жаңағы кімде, мынау Кербұғыда. Сонда осы Кербұғының бостандыққа ұмтылысы, осының барлығы адамдарға параллель қойсақ, халықтың жаңағы тоталиттік қоғамда өмір сүріп жатқан халықтың бір мінезін осы Оралхан осындай астарлап деп берген сияқты. Сосын мынау не деген бар, қасқырлыған түн. Бұл енді ғажап, бұл шығармада анау Нұрлан мен Арай есімді қыздың автобуста түнде келе жатып, бір Алтайдың қарлы боранда бір алыс ауылға келе жататын шағы ғой. Осында кейін анау Арайдың қасқырларға кезіп, қасқырдың жеп кететіні бір аянышты тағдыр. Сондағы Нұрланның жаңағы үлкен бір өксікті ойлары, осының барлығы бостандыққа ұмтылған сол кезеңдегі жандардың тағдырын автор астарлап беріп отырғандығын біз байқаймыз. Сосын енді бұл этнографиялық сипаттағы шығармалар бар. Әсіресе мына Қамшығырдегі Садақбай. Садақбайдың қилы тағдыры, қиын тағдыры, өр болмысы, ең соңындағы мынау жаңағы үлкен анау биік құздан құлап мерт еді ғой. Осы кезеңдердің барлығы кімнің Оралханның шығармаларындағы этнографиялық бір үлкен бір бояуды қалыңдата түседі. Мына жерде апамның астауы деген бар. Бұл апамның астауы осы қазақтың әйелдеріне арналған ескерткіш сияқты. Бұрынғы әжейлердің, апайлардың бойындағы мына өзі қолынан келмейтін нәрсе жоқ, істеген ісмер, жаңа айтып отырған алаша төс, кілем, басқұр дейміз ба, осындай жаңағы ежелгі қазақтың мынау бұйымдарын жаңағы сол бертінге дейін соны жалғастырып келген. Содан қала берді мынау қазан ошақтағы неше түрлі ұлт тағамдарын жасаудың шебері. Сол апамның астауы деген бар. Сол астаудың өзінен үлкен бір символикалық мәні бар. Кейін киіп бір осыны өзіне апасы қайтыс болғанда алып кетеді ғой Алматыға. Сонда осы апамның астауында үлкен романтикалық, лирикалық, әсіресе лиризм дейміз. Ол Қалихан ағаларыңызда бар ғой, Қалихан Ысқақтың. Осы лиризм, Дидахмет Ашымхановта да байқалады. Осы Алтай мектебінің қаламгерлерінде көп байқалады осы лиризм. Осы Оралханда да көп, жаңа әсіресе жаңа айтып отқан лиризм, осы мына жаңа айтып отқан апамның астауында, апасына деген сағыныш, анау бала кезінде анау бір ауылға барып, сол ауылдың несі кісісі бір сол кезде 10 сом дейді, қазір 1 сом ғой. Соны тығып қалтасына салып, апасына бермей теріс қарап жатып, кейін апасы үйде дүз болмағанда соны дүз алып жіберетіні бар.
осының барлығы бір қызық кейін әдемі юмормен, бір жағы романтикалық көңіл күймен қазақтың этнографиясынан сыр шертеді апамның астауы. Ал енді сондай бір лирикалық, жаңағы лиризмге толып тұрған шығарма, енді бұл жерде Оралханда романтикалық сарын дедік, сонымен бірге лиризм, ол мынау аспирант қыздың тракторшы жігіті. Осы аспирант қыздың тракторшы жігіті. Есен деген жігіт сыртынан ғашық болып ауылына келген аспирант қыздың, кейін Алматыда үлкен бір қызметтегі үлкен дөкейдің қызы екен. Ол анау Есен хат жазады, сол хатқа күліп жүреді. Жаңағы қасындағы Алматыдағы бір Байшкештің баласы екеуі. Кейінірек мынау Есен кейін опат болады. Тракторда жүріп, сол жаңа опат болады екен. Міне сол жағдай кейін ауылдан сол жағдайды естіп барып, Есеннің фотосын алып, жаңағы кейіпкеріміздің үлкен ішінде үлкен бір тұлғалы өзгерістер болып, анау шын махаббат өмірде болатындығына көз жетіп, оның Есен сияқты қарапайым жігіттің бойында бар екен. Мынау өз ортасында жүргендерден оны көрмейтіндігін, қысқасы бұл жерде үлкен психологиялық бір үлкен штрихтар бар. Сол лиризмге тұнып тұрған, өлең сияқты оқылатын. Ақын жанды жігітті ақын жанды жазушы деп отыр ғой, Дулат Исабеков. Міне соны біз осы кімнен көреміз? Жаңағы тракторшы, аспирант қыздың тракторшы жігіті деген шығармасынан көреміз. Енді мынау көп нәрселер бар ғой, айта берсе. Мынау Көктайынша деген жаңа менің Бейімбеттің шығармасы сияқты болды. Дайрабайдың, даудың басы Дайрабайдың көк сиырдың Көктайынша дейді, бір Көктайыншаны бір құдасы сойып алып келді кейіпкердің. Кейін ол таптырмай, анау жаңағы учаскелік милиционер күнде келеді, бірақ келген сайын шайын ішіп етін жеп кетеді. Содан 2 жылдан кейін табылмай жүргенде қамшысы табылып, сол қамшыны құданық болып шығып, мектептегі оқушы балаларға барған, сол үйдің қызы табады. Міне осындай үлкен бір күлкілі жайлар бар. Көктайынша деген қысқасы юморға қырылған шығармалары да көп екен. Ал енді Оралханның шығармаларында тағы да бір қылаң беретін, бой көрсеткен сол кезеңдердегі кеңестік әдебиеттен, енді реалистік әдіспен жазады ғой сол кезде социализм. Оның бір мифопоэтика, яғни мифтік суреттеулер, мифтік жаңағы бояулар. Мысалы, жаңағы Қар қызы деген шығармада сіздер білесіздер, мынау Аманжол, Бақытжан, сосын кім деген бар, жаңағы Нұржан деген бар. Осы 3 тракторшының басынан кешкен үлкен қиын жағдай, анау Алтайдың қақаған аязында 40 градус шөп әкелуге кетіп, ол жолда бұзылып, анау жаңағы Қоңқай деген шалдың үйінде кержақ орыстармен байланысы бар жаңағы шата бір адам ғой. Соның қаскөйлігі, одан кейін оған қарама қарсы тұрған бір тұлғаға кезігеді. Сонда айтылып отырған осы шығармадағы мынау Қар қызы. Ол анау жаңағы өздеріне үлкен сый құрмет көрсеткен отағасының қызы Алмажан ба? Әлде расымен жаңағы боранда сүп өлген Қоңқайдың кесірінен далада өлген жаңағы 18 жасар қыз ба? Міне осының өзі ара жігі ашылмайды. Яғни жаңағы Алмажанның бойында бір жағынан амбиваленттік дейміз ба, реалды тұлға, бір жағынан жаңағы мифтік тұлға сияқты болып кетеді. Міне осы жерде осында астарлы бояу қалың, Қар қызына айналған, ол өзі аңыз болып тараған, көп адамдарды қорқытқан, үркіткен, міне сондай далада сыңсып ән салады екен аязды күндері. Міне осындай бір үлкен мифопоэтикалық танымға негізделген шығармасы бар. Ал енді мынау Оралханның үлкен бір шығармасы Атау көре деген үлкен шығарма, бұл Қауіпті бұдан дейді. Бұның басты кейіпкері жаңа айтып отырған Ерік, одан кейін Таған деген кейіпкер бар. Енді ар жағында Еріктің жаңағы жары Айнаш, одан кейін Нюра Фадеевна дейді, енді Нұрке кемпір дейді, қазақ арасында қазақ болып кеткен. Жас кезінде мынау қазаққа тұрмысқа шыққан ғой. Сол Нұрке кемпір. Міне осы Ерік үлкен бір жаңа кәсіп ашып, мынау араларды будандастырып, ол аралар өте қауіпті болып, кейін сол аралар Еріктің өзін шағып алып, Ерік араға айналып, кейін жаңағы сонаға айналады. Сонаға айналып бір қызға бар, қолында қыз қамшымен ұрып, өзі де о дүниеге кетеді ғой. Міне осындағы Еріктің жаңа болмысында, мына реалды шығармадан бірден осы мифопоэтикалық қалыпқа, яғни басқа затқа ауысып кету. Үні шықпай, құмығып, күресерге дәрмен жоқ, іш қазандай қайнап, көп жағдайда ішкілікке түсіп кеткен осы тұлғаның адамгершілігін, аралығындағы осындай тазалығын, оған Айнаштың көңілін, Еріктің жаңа қаныпезерлігі, безбүйректігі, міне осының барлығы керемет жаңа суреттеледі. Нюра кемпірдің басындағы өлер шағындағы жағдай, Нұрке кемпірдің жаңағы шоқынып өледі ғой. Міне осының барлығы сол үлкен бір интеллектуалдық, үлкен
шығармаға келейін деп тұр. Философиялық дейміз бір жағынан, бір жағынан мифопоэтикалық дейміз. Ал енді Оралханның шығармалары енді көп талдай беруге болады. Айта берсе сөз көп. Мынау енді Оралхан дүниеден өткесін 5 жыл өткенде, 10 жыл өткенде Шерханның бір айтқаны бар. Оралхан өлгенмен Оралхан кітаптары жастарға ақыл, кәріге қуат, бақытқа бақыт, бақыттыға бақыт, бақытсызға медет болады шығарма деп түйіндеген екен. Біздің де айтқымыз келетіні, міне Оралхан Бөкей өмірді сүйіп өтті. Мынау жаңа қас құрлыған түн дегенде Нұрланның ойы бар. Өмір деген, былай қарасаңыз, соншалықты бір керемет емес. Алтайдың табиғатындай суық та ызғарлы, кімдерге ыстық, кімдерге салқын. Бірақ та өмірді лағнеттеп өкінуге болмайды деген сөз бар. Міне, ал енді осы сөзбен Мопассанның атақты өмір деген романындағы анау Жанна деген кейіпкердің, басты кейіпкердің күтушісі Розалидің айтқаны бар. Өмір деген соншалықты бір керемет емес, былай қарасаңыздар. Өмір деген сұрқай, бірақ былай қарасаңыз өмір деген ғажап, жақсы деген сөз бар екен. Жаңа үндесіп отыр, яғни ойлардың тоғысу дейміз. Оралханның енді осындай қазақ әдебиетіне әкелген публицистикаға, прозаға, драмаға келген осындай жалындаған сол 70-80 жылдары, мынау тоқырау жылдары дейміз ғой, науқаншылдық бұрынған кезеңдерде, таптаурын болған тақырыптарда, схематизм бұрынған жаңағы жалаң, жаңағы жадағай сюжеттерге ұрынған кезеңдердегі Оралханның осы тірі табиғаттың өзіндей, өзінің басынан кешкендері, өзінің ортасы туралы осындай үлкен бір романтикалық көңіл күймен, үлкен лиризммен, үлкен мифопоэтикалық таныммен берген шығармалары әсте өлмек емес. Ол ары қарай жалғасын таба береді деп ойлаймыз. Міне, сондықтан да Оралхан шығармаларын, оның драмалары болсын, прозалары болсын, романдарын болсын, біз үлкен ғылыми философиялық тұрда, әдеби сында мынау өзінің үлкен бағасын алады деп ойлаймыз. Бұған алдағы зерттеулерден осындай үміт күтеміз. Менің енді бір бақытым дейміз, енді бұл Оралхан ағамен күнде кездесе бермейміз. Біз енді қиыр шетте, мынау Көкшетауда, ол кезде педагогика ұстаздық етіп жүрген жылдары мен аспирантурада оқығам. Қазақ мемлекеттік университетінде қазақ әдебиеті кафедрасында аспирант едім. 91 жылы 19 қаңтар күні мынау Алматыдағы республикалық концерт залында, орталық концерт залында қазақ телевизиясы мен қазақ әдебиеті газетінің бірлескен қауышу деп аталатын бір несі болды, жобасы болды. Сол үлкен концерт береді, жаңағы үлкен ғалымдар, жазушылар, белгілі тұлғалар келіп пікір айтып, халықпен пікірлеседі, сосын артық концерт болады. Міне сонда осы жерге Әнуар Әлімжанов ағамыз, сосын осы Оралхан ағаларымыз келген. Өз пікірлі шығармашылық жолдар туралы айтты, ғұмыр баяндарын айтып, соңында осы кітап таратты. Соңында Оралханның 1990 жылы шыққан «Ұйқым келмейді» деген кітабы бар екен. Осы кітаптың жаңағы Оралхан Бөкеевтің жалын баспасынан шыққан «Ұйқым келмейді» деген. Осы «Ұйқым келмейді» деген шығармасына мен ол кісіден авторлық қолтаңба алғам. Міне осы Оралхан ағаның кітабынан қолтаңба алу бақытына ие болдым. Оны мен мақтанышпен құрметтеймін. Қазір көзі о дүниелік ағамыздың рухына тағзым ете отырып, осы кітапты қастерлеп, өзім кітапханамның төрінде сөреде тұр күні бүгінге дейін. Ұйқым келмейді.